Қайырлы күн оқырмандар, сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет, жұмсақ, қатпарлы, дәл дүкендегідей шығатын круассандардың рецептісін ұсынатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет. Бір жұмыртқаның сарысын жеке бөліп алып аламыз дағы 2 ақ уыз бен 1 сары уызды қазір қамырымызға қосатын боламыз. Қантымыздың үстіне тұзымызды салып аламыз. Шұңғыл ыдысымызға жылытылған сүтіміз бен жылы суымызды қосып, үстіне және қантымыз бен тұзымызды және де ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде ашытқы жұмыс істеу керек, яғни біздің қамырымыз көтерілу үшін. Қазір жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып қоямыз. 10-15 минутқа біздің ашытқыларымыз жұмыс істейтінін көреміз. Мінекей, өте жақсы болып көтерілді. Енді осы қамырдың үстіне жаңағы 2 ақ уыз бен 1 сары уызды қосамыз, және де сұйық майымызды қосамыз. Барлық пайдаланған заттарымның өлшемін видеоның астында описание бөліміне жазып өтетін боламын. Міндетті түрде ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Електен өткен ұнымыз жақсы көтеріледі. Ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін столдың үстіне де біраз илеп жібереміз. Жақсылап иіғанғаннан кейін қамырымызды қайтадан ыдысқа салып, бетін жауып көтерілуге жібереміз. Шамамен 1 сағат, 1,5 сағат. Міне 1,5 сағаттың ішінде біздің қамырымыз өте биік болып көтерілді. Енді жұмыс зонамызға, жұмыс столымызға ұн сеуіп, қамырымызды сонда төгеміздегі бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қазір әрқайсысын жеке-жеке жайып, үстіне май жағатын боламыз. Кесіп алған қамырларымызды домалақтап алып, бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Міне енді шетінен алып, жайып, аса қатты үлкен жаюдың қажеті жоқ. Өз ыңғайларыңызға қарай кішірейтіп жайып аламыз дағы. Әрқайсының бетін жауып қойып, әрбір қамырды солай жайып отырамыз. Бір-бірінің үстіне қоюдың қажеті жоқ, өйткені біздің қамырымыз бір-біріне жабысып қалады. Мінекей барлығын жайып алғаннан кейін бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған майды қасықтың көмегімен үстіне жағамыз. Қамырларымызды бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Видеода көріп отырғандай, міне бірінші қамырымды жайдым, майладым. Енді үстіне тағы да бір қамырымды қойып, оның да үстіне май жағып жатырмын. Барлық қамырларымызды сөйтіп жайып алғаннан кейін, ең ақырғысының үстіне май жақпаймыз. Шет-шетін біріктіріп, оқтаудың көмегімен қазір жаятын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып келеді осы кезде. Дайын жайылған қамырымызды ортасынан және көлденең 3 бұрыштап кесіп аламыз дағы. Әрбір бөлікті тағы да 4-ке бөлетін боламыз. Сонда бізде 16 круассан шығады. Ортасына салмасы қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Менде шоколад салдым, жартысына түк те салған жоқпын. Мінекей тағы да біреуін көрсетіп жіберейін. Осылай ортасына шоколад салып, жинап шығамыз.
барлығын жасап алғаннан кейін арасын алшақ қылдырып табанымызға орналастырамыз. Біздің круассандарымыз көтерілетін болады. Енді бір жаңағы алып қалған бір жұмыртқаның сары-уызына 2 ас қасық немесе 1 ас қасық сүт қосып, үстіне жағып шығатын боламыз круассандарымыздың. Мінекей, барлығын жағып болғаннан кейін қызып тұрған пешке пісіріп аламыз қызарғанша. Мінекей, біздің круассандарымыз дайын. Өте айбат көтерілген, жұмсақ әрі дәмді, дәл дүкендегідей. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым. Сау болыңыздар, ас болсын.